Сонымен жас дос, мен сізге Қасым ханның кезіндегі сыртқы саясат туралы сабағында жалғастырмақшымын. 16 ғасырдың басында қазақ хандығын басқарған Қасым хан екендігі сізге белгілі. Қасым ханның сыртқы саясатындағы басты бағыт не деген сұрақ болса, құрметті оқушы, сіз былай деп жауап беріңіз. Сырдария бойындағы қалаларды қазақ хандығына қарату, яғни түпкілікті қарату деп жауап беріңіз. Ал енді немесе кей кезінде мынандай де сұрақ келеді. Қасым ханның сыртқы саясатындағы басты бағыт не болды дейтін болса, Сырдария бойындағы қалалар үшін күрес болды деп жауап беріңіз. Ал енді Қасым хан бұл мақсатпен Мәуереннахрдың билеушісі сол кезеңдегі Шайбани ханмен және оның ұрпақтарымен тоқтаусыз соғыс жүргізді. Мұхаммед Шайбани қазақ хандығының экономикалық жағынан күшеюіне жол бермеуге тырысты. Ал енді Мұхаммед Шайбани қаза болғаннан кейін оның ұрпақтарының арасында тоқтаусыз хандық билік үшін талас басталды. Ал осындай ішкі қырқыс жағдайын Қасым хан да өзінің саясатын іске асыру үшін шебер пайдаланды. Мұхаммед Шайбани қайтыс болды деген хабар қазақ хандығына жетісімен, Қасым хан өз саясатын іске асыру үшін Сайрам қаласына, яғни оңтүстік Қазақстандағы Сайрамға шабуылға шығып, Сайрам қаласын өзіне қаратты. Ал енді Қасым хан Сайрам қаласын өзіне қаратқаннан кейін Ташкентке жорыққа аттанды. Бірақ Қасым ханның Ташкентке жасаған жорығы сәтсіз болды. Сөйтіп 1518 жылы, ал кейбір деректерде 1521 жылы, ал орыс жылнамаларында 1523 жылы Қасым хан Сарайшық қаласында, яғни Жайық өзенінің бойындағы Сарайшық қаласында дүние салды деген хабарлар кездеседі. Ал енді Қасым хан қай жылы қайтыс болды деген сұрақ келсе, Мұхаммед Хайдар Дулатидің хабары 1518, ал орыс жылнамалары десе, сізге екі вариант келуі мүмкін. Ол біріншісі 1521, ал кейде мына деректе белгілі болып отыр 1523. Сонымен Қасым хан қай қалада қайтыс болды деген сұрақ келсе, Сарайшық қаласында деп жауап беріңіз.